Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бахали деп аталатын мерекелік тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сармайды жарты минуттай миксерлеп аламыз. Енді сармайға 6 жұмыртқаны бірден қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Салмамызға қант және де балды біртіндеп қосатын боламыз. Бұл жерде балдың сапасының жақсы болуы өте маңызды. Ұсақтап турап алған мейіз және де грек жаңғағын қосатын боламыз. Енді електен өткізілген қопсытқыш және де ұнымызды қосамыз. Осылай астынан үстіне қарай ақырындап араластырамыз. Құрғақ ұн қалмағанша осылай толық араласуы керек. Енді салмамызды формаға салып 170 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз. Видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қарағаныңызға рахмет.